Барлығыңызға сәлем. Сіздермен кабачковый оладьи рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен кабачкиді жуып, қабығын ашып, теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өткізіп болғаннан кейін шұңқылда отызға салып, кабачкиді тұз сеуіп 20 минутқа қойып қоямыз, су шығу үшін. Бұны міндетті түрде істеу керек, себебі пісірген кезде ағып, сұйық болып тұрмау керек кабачки. Оған дейін бір чесногымызды турап, 20 минут уақыт өткеннен кейін кабачкидің шыққан суын ағызып, қолмен сығып, одан кейін чесногымызбен бір жұмыртқамызды қосатын боламыз. Шанышқымен араластырып жақсылап, үстіне керегінше ұн саламыз. Негізі ұнның мөлшері өзім көзбен саламын, консистенциясына қарай. Шамамен 2-3 қасықтай ұн кетуі мүмкін. Табамызды қыздырып, қызып тұрған табаға қасықпен кабачкиімізді саламыз біртіндеп. Осындай қылып домалақ форма жасаймыз. Екі-үш минут өткеннен кейін кабачкиді аударып, тағы да 2 минут ұстаймыз, қызарғанша қуырамыз. Негізінде бұл тіске басар ретінде қолданылады көбінесе, немесе таңғы асқа дайындасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, каналыма подписка жасап, видеоға лайк пен комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Аз болсын.